Сәлем қыздар, бүгін сіздермен шоколадный маффины дайындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, подписация етіп, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Шоколадный маффинаға керек заттар: ең алдымен 2 жұмыртқаны жарып алып, оның үстіне қант салып, араластырып аламыз. Қантпен араластырып болғаннан кейін үстіне сүт құйып, оны да араластырып аламыз. Ендігі кезекте бізде растительное масло. Растительное маслоны да құйып, 2-3 минут көлемінде араластырып, сухой заттарды да араластырып аламыз. Яғни бізде ұн, какао, разрыхлитель. Оларды сұйық массамызға құйып, араластырып, жұмсақ тесто болғанға дейін, өз формасын кішкене ұстайтын болғанға дейін араластырамыз. Міне осындай жұмсақ әрі шоколадты маффиніміз дайын. Менде Қазақстан шоколадын пайдаланатын боламын. Бұл өз қалауларыңызға қарай, егер пайдаланбаймыз десеңіздер де болады. Оны да араластырып аламыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Менің жағдайымда осы форманы пайдаланатын боламын. Яғни пергаментный қағазды бірнеше бөлшектерге бөліп пайдаланамыз. Сіздер өз қалауларыңызға қарай түрлі формаларға құйып дайындап алсаңыздар болады. Алдын ала қыздырылған 170-180 градуста 30-40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Қыздар, менің шоколадты маффинім пісті. Пергаменттен оңай алынатын және жұмсақ, арасы шоколадты маффиным дайын болды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, подписация етуді ұмытпаңыздар.